Мен достарыммен түнде ойнап келе жатқанмын. Менің үйім тым алыс еді. Сондықтан мен жолда бургер кингті көрдім. Мен ол жерге кіріп бургер алғым келді. Бургерге тапсырыс берейін деп жатқан кезде бір қыз тұрды. Ол қыздан мен бургер кингті сұрадым және мен оның карточкаммен төлейтінімді айттым. Ол маған бургер кингті алып келмей артқа бұрылып кетіп қалды. Мен одан кейін заказ еттім, тапсырыс бердім бургерге. Сол кезде терезеден біреу қарады. Оның түрі қорқынышты болды. 50-60-тағы ата секілді. Мен қатты қорықтым. Бірақ мен оны күлмейді деп ойладым. Маған қыз бургер кингті әкеліп берді. Мен ол бургерге ол кезде менің алдымнан жаңағы адам тұрды. Мен өтуге қатты қорықтым. Себебі ол қарасаң, мені түрлі қорқынышты болды маған. Ол маған менің қарным ашты, маған тамақ бер деді. Оның тістері қатты қорқынышты түрде. Мен қасынан өтіп бара жатқан кезде ол маған тағы да тамақ керек деді. Мен ойладым, оның қарны аш, мен оған бургер кинг әкелсем қайтеді деп ойладым. Бірақ ол маған тамақ әкел деп қайта айтты. Мен бургер кингті алған кезде ол тағы да айтты. Менің қарным аш, мен ет жегім келеді деді. Мен сосын оның қайтадан жаңағы бургер кингті оған бергім келді. Оған апара жатқан кезде оған апардым, ол оны ұнатпай, оны лақтырып жіберді. Одан кейін ол айтты, мен адамның етін жегім келеді деп менің үстіме отырып алды. Мен ол кезде қатты қорықтым. Мен адамның етін жегім келеді деп қатты айта берді. Тіпті жаңағы қыз қорқып қашып кетті. Мен қатты қорықтым, айқайладым тіпті. Оның бір кезде милиция келе бастады. Сол кезде ол есіктен қашып кетті. Бірақ оны қайтадан ұстап алып, өз бөлімшесіне алып кетті. Содан соң ол жаңалықтарға да шықты. Ол қашып кеткен маньяк екен. Видео аяқталды. Видеоны лайк бас және каналға подписаться етуді ұмытпаңыз.